Жасөспірімдер арасындағы қылмысқа қалай тоқтау болмақ? Өйткені жастар арасында әкімшілік құқық бұзушылықтар 47%-ға өскен. Бүгін Жамбыл атындағы номер 5 мектеп гимназиясында құқық қорғау органдары мен оқушылар арасында түсіндіру жұмыстары өтті. Прокуратура қызметкерлерінің айтуынша қылмысқа баратын оқушылардың басым бөлігі жайсыз отбасылардан шыққан. Дейтін әже жоқтықтан бос уақытында бұзақылыққа баруда. Қазіргі уақытта 119 жасөспірім жауапкершілікке тартылған. Өкінішке орай 28-і ол оқушылар, мектепте оқитын балалар, бір сөзбен айтқанда. 36-сы колледж білімгерлері бар. Қалған 55 жасөспірім еш жерде оқымайды да жұмыс істемейді екен. Енді бұндай жағдай бізге әрине ұнамайды. Нақты істелініп жатқан жұмыс бар шығар, бірақ нәтижесі шамалы болып жатыр. Жиында қаладағы жастар жайы да қозғалды. Облыс орталығында қылмыстар 69%-ға көбейген. Полиция қызметкерлерімен жыл басынан бері 1000-нан астам жасөспірім сағат түнгі 23:00-ден кейін өз үйінен тыс жерде болған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Түнгі ойын-сауық мекемелерінде 10-даған жасөспірім ұсталды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442 бабына сай, кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүргенсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғынжайдан тыс жерде болуы әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Кездесу соңында оқушыларға құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу мақсатында әлеуметтік бейнероликтер көрсетілді. Нұрғиса Қаржаубай, Мұхтар Әлішев, Елдар Түстікбай, Аймақ.